Қайырлы күн, оқушыларым. Қуанамыз бірге біз, бөлінбейді іргеміз, аясында достықтың әр қашанда біргеміз, деп жылы лебізбен 22 ақпан сейсенбі күнгі қазақ тілі сабағымызды көтеріңкі көңіл күймен бастайық. Балалар, оқулық дәптерімізді алып, бар зейінімізді сабаққа аударайық. Барлық сабақтан қоршаған ортаны қорғау бөлімі жүріп жатырғаны өздеріңе аян. Балалар, бұл ненің дауысы? Әрине, құстың дауысы. Ендеше бөлімше құстар туралы не білеміз деп аталады. Ал сабағымыздың тақырыбын табу үшін Мюсенберг әдісін қолданбақшымын. Ол үшін мына әріптердің ішінен сөздерді табайық. Дұрыс таптыңдар балалар. Сабағымыздың тақырыбы зат есімнің жіктелуі. Ал сабағымыздың мақсаты зат есімнің жіктік жалғауларының қолданысын білу, жіктік жалғауларын ажырата алу. Зат есімнің жіктелуі. Жіктік жалғауы адамның кім екенін, кәсібін білдіретін зат есімдерге жалғанады. Мысалы, мен оқушымын, сен суретшісің, сыпайы түрі, сіз шаштаразсыз, ол сатушы. Жіктік жалғаулы зат есім сөйлемде баяндауыштың қызметін атқарады. Зат есім үш жақта жекеше, көпше түрде жіктеледі. Бірінші жақ жекеше түрінің жалғаулары мын, мін, бын, бін, пын, пін. Екінші жақ жекеше түрінің жалғаулары сың, сің, сыпайы түрі сыз, сіз. Үшінші жақта жалғау болмайды. Зат есімнің бастапқы түбірі сақталады. Мысалы, мен әншімін, сен дәрігерсің, сіз мұғалімсіз, ол оқушы. Көпше түрде бірінші жақта мыз, міз, біз, біз, пыз, піз. Көпше түрде екінші жақта сыңдар, сіңдер, сыпайы түрде сыздар, сіздер жалғаулары жалғанады. Мұнда да үшінші жақта жалғау болмайды, бірақ түбір сөзге көптік жалғауы жалғанады. Мысалы, біз әншіміз, сендер әншісіңдер, сіздер әншісіздер, олар әншілер. Балалар, оқулықтың 49 бетіндегі 17 жаттығудағы өлеңді бірге оқиық. Құс сұлуы аққумын, табиғат көркін сыйлаған, мылтығын кезеп ешмерген, атуға көзі қимаған. Мен торғаймын, торғаймын, суықта да тоңбаймын, құрт құмырсқа шіркейден бау-бақшаны қорғаймын. Балалар, өлеңде автор аққу және торғай құстары туралы мағлұмат берген екен. Аққуды қазақ халқы ежелден жақсылықтың жаршысы, киелі, құстың төресі деп санаған. Сондықтан болар аққуға байланысты өлең жырлар, аққу күйлері, аққу биі елімізге кеңінен танымал. Ал торғай адамдарға жақын жерде ұя салғанды ұнататын ең танымал құстардың бірі. Ол мейірімді, тапқыр және жанасқыш құстардың қатарында екен. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аударайық. Аққумын сөзі зат есім жіктеліп бірінші жақта тұр. Торғаймын сөзі де зат есім жіктеліп бірінші жақта тұр, жіктік жалғауы мын. Бұл сөздер сөйлемде баяндауыш болып тұр. Жіктік жалғаудың негізгі қасиеті де ол баяндауыш болатын сөздерге жалғанады. Жаттығуды көшіріп жазып алайық. Ал енді балалар, құстар секілді қанат қағып, бойымызды бір сергітіп алайықшы. Қарлығаш, қарлығаш, құйрығың сенің айыр, білейсің адамға жақсылық пенен қайыр. Мейірімді құсым-ай, қамнап қағып ұрсын-ай, мейірімді құсым-ай, қамнап қағып ұрсын-ай. Балалар, осымен зат есімнің жіктелуі туралы сабағымызды өзіңді тексер әдісімен қорытындылайық.
Жіктік жалғаулы зат есімді белгіле. Сұңқармын, сұңқардың, сұңқары. Өзіңді тексер. Сұңқармын. Жіктік жалғаулы зат есімнің жекеше түрін тап. Құсбегімін, құсбегіміз, құсбегім. Өзіңді тексер. Құсбегімін. Мен аңдарды қорғайтын қорықшымын. Баяндауыш қай сөз табынан жасалған және нешінші жақта тұр? Сын есімнен бірінші жақ, зат есімнен бірінші жақ, етістіктен екінші жақ. Өзіңді тексер. Зат есімнен бірінші жақ. Сөйлемдерді оқып, сөздерге тиісті жіктік жалғауларын жалға. Мен эколог, сендер құстарды қорғаушы, біз құстармен дос. Өзіңді тексер. Мен экологпын, сендер құстарды қорғаушысыңдар, біз құстармен доспыз. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Балалар, кезек оқу тапсырмасына да келді. Зат есімнің жіктелу ережесін жаттай отырып, оқулығымыздағы 21-ші жаттығуда берілген сөздерді жекеше көпше түрде жіктеп жазуды және балалар, мен сендерді құстарға қамқор болуға шақыра отырып, 22-ші жаттығудағы тауыз құсы туралы ақпарат жинақтауды тапсырамын. Ал бүгінгі сабақ бойынша кері байланыстарыңды 3 көмекші әдісімен жіберейік. Бүгінгі сабақтан қандай білім жинақтадың? Оны тәжірибеде қалай қолданасың? Алған әсерің, сезімің қандай? Балалар, мен сендердің оқу тапсырмаларың мен кері байланыстарыңды асыға күтемін.